келеміз эфирмен. Кеша Кагетаевна, Кажетаевна, иә? Кеша Джиджи, иә, Кажетаевна. Кеша ұлттық киімдер тігіншісі. Бакинский рахмет. Қайырлы кеш ықылас. Сәлеметсіз бе, Меруерт? Арыстан баб деген күшті естіледі, иә? Белла, мүмкін, бәрі де мүмкін. Назарбаев өзін Арыстан бабтың тұқымын деп айтма. Қайырлы кеш, Кеша Тұрсынгүл. Иә, Белла. Ендігі президент болсаң, қайшыдан шыққан болсаң да, ойыңа енің бәрін, тарихты бәрін өзіңе қарай ығыстыра аласың ғой. Назарбаев жануарларды атқызбады, сонысына рахмет. Иә, мәселе соңында. Ол қақпас бәрін білетін, түсінетін. Кешар ананы өліш. Оның кезінде арнайы заң болды қорғайтын. Иә, браконьерлер өте көп болды, өте көп. Бірақ заңды түрде халықты шақырып, ашық ату ондайға барма. Негізі Назарбаевты мен мақтағым келмейді, бірақ шындықты айту керек. Фарида, сәлеметсіз бе? Ол ашық қырғынға халықты шақырмаған, аңды ашық қырыңдар деп. Заңды түрде сатқызбаған етін, киелі аңдардың ол. Сондықтан, иә, қазіргі мен салыстырғанда Назарбаев періште болып шықты. Қайырлы кеш, Айтолқын.
ол ешқашан да геноцид жасатпаған. Ашық түрде жасатпаған. Иә, браконьерлер көп болатын, қыратын, бірақ ашық түрде геноцид ұйымдастырмаған Назарбаев. Бірде-бір жануарға. Сондықтан кішкене аздап түсінігі мықты болғанда оның негізі. Біледі ғой ол сұмырай. Тылсым дүниенің не екенін ол жақсы білетін, түсінетін. Басы оның дұрыстау істейтінде басы. Кешар өзір оның. Әлгі бір интервьюінде ол айтты ғой. Маған әлі зар боласыңдар деді. Сәлеметсіз Жанаргүл. Рас, әуелі сол Назарбаевқа зар болдық қой, мына қанішерлікте. Иә, ашық атқан, ашық ату деген сұмдық қой. Ашық қыру деген. Ал Назарбаев ашық қырмаған. Оның бір рет қана қолы қанға малынды, ona жаңызымды қырғызған кезде. Бір рет қана. 40 жылдың ішінде бір рет қана қолын қанға малды. Сәлеметсіз, Шарапат. Яғни салыстырамыз енді сәлеметсіз айлерім. Кеш Жарық Райхан. Сонымен қуағаш ұстаңыздар, кім ұстамады, біздің бөрілеріміз үшін, бөрілер үшін ұстауларыңыз керек. Өйткені оларға қарсы геноцид ұйымдастырылып жатыр. Кешар Тамара. Тамара ұстадыңыз ба бөрілер үшін бір тәулік құрағаштықты? Қайырлы кеш Алтыншаш. Сосын енді балаларыңызға үйретіңіздер, болмайды жан-жануарды қыруға деп. Үйретіп қойыңыздар, сіздер тәрбие бермейсіздер ғой балаларыңызға. Сондықтан олар қанішер. Оларға үйрету керек. Туа салысымен үйретесіздер. Табиғатты жақсы көруді, жан-жануарды жақсы көруді. Біздің қазақтар үйретпейді ғой, атам заманнан үйретпейді. Содан жол жабық бүкіл қазақтың. Жол жабық сол себептен. Және жабыла береді ары қарай, одан сайын. Өйткені қанішерлік. Алдымен жақсылықты өзің емес, мына жан-жануарға жаса жақсылықты. Соған жасаған кезде ғана сен жолың ашылады. Ал құр қу басыңды ойлап, өзіңе қара жақсылықты мен өзімнің жанұяма жасайын дегеннен сайтанда шықпайды, еске айтам. Сайтанда шықпайды. Сіздердің баратын емші сайтанға табынушыларыңыз, өтірік арқан бар деп жіберетіндер. Олардың бәрі сайтанға табынушылар. Егер шын жолым ашылсын десеңіздер, сол алдымен содан бастайсыздар. Балаларыңыз үйретесіздер мейірімге, жан-жануарды жақсы көруге. Қайырлы кеш Алтынай. Қайырлы кеш армысызды да айт. Серік қалайсыз? Армысыз Бақытгүл. Міне Бақытгүл бөрілеріміз үшін ұстады бір тәулік қуағашын. Қайталап айтамын, ұстаңыздар. Өйткені біз сақтап қалуымыз керек. Қасқырларды да, киіктерді де бәрін. Қайырлы кеш Айымгүл.
эфирдесіз. Шүкір, жақсылығын қалайсыз? Сол жақсы ақырындап, сонымен достар қайсыларыңыз ағаш ұстадыңыздар? Мен ұстаған жоқпын. Райхан неге ұстамадыңыз? Сіз не? Воскресенье ұстаймын. Мен жұмыстан қазір келдім ғой. Мен көп сөйлеймін. Жұмыста көп сөйлеймін ғой мен. Дұрыс айтасыз. Алтынай, сізші? Бөрілер үшін ұстадыңыз ба, қуағаш? Неге ұстамайсыз? Жоқ, мен воскресенье ұстаймын, мен бір күн ұстай аламын ғой. Мен бір күн ұстай аламын, воскресенье ұстаймын. Бір күн ұстайтынды мен енді көріп қалыппын, көрмей қалыппын. Өтірік айта Жоқ, алмаймын. бір күн ұстайтын арнайсыз біздің жан-жануарға. Жан-жануарға арна өздеріңіз. Ораза емес қой, ол қуағаштық қой. Ораза бір күн? Оны жаңағы жан-жануарымыз үшін майнұр. Сіз ұстадыңыз ба? Ұстаған жоқсыз. Жоқ, мен жаңа көріп отырмын, ұстаған жоқпын, шыны керек ұстамадым. Өтірік айта алмаймын. Майнұр сізші, майнұр. Өтірік айта алмаймын. Ау! Сізге де отыр ұстау керек бір тәулік. Қараңыздар, біз ана қасқырларға қарсы геноцидті тоқтатуымыз керек. Ол үшін тоқтатуын көтеруіміз керек. Ол үшін әрбір қазақ бір тәулік құрғашықта отырады. Тамақ жемей, су ішпей, сөйлемей үндемей, теледидар қарамай, тек қана жатады. Сөйтіп арнаймыз. Мына әлемге біз бір нәрсе беруіміз керек. Мына қазақтар көбі дүниеге келеді де, сосын енді әлемге сайтаны бермей, өздерінің балаларына, немерелеріне береді де, сөйтіп өліп қалады, 60-70-терінде. Жоқ, ең болмаса бір тәулікте арнауларыңыз керек әлемге. Сіздер дайын әлемге келдіңіздер ғой, дайын өсімдігіне, дайын жан-жануарына, жаратушыға ризашылықты білдіру керек. Анадай сайтанға... Жоқ, мен воскресенье ұстаймын. Тамаша, онда тамаша. Мен де ұстаймын бір күн ба. Тамаша, түсіпті ғой, майна сізге түсіпті ғой, не Бір үшін күн ұстау болғанда керек? қаншығын ұстай аласыз, сол жағын ұстау керек қой, негізі ше. Көріп жүрмін ғой эфирді. Сіз ой қарайсыз, тамаша. Қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Қоя беріңіздер. Ой, қаншерлік тоқтамайды ол, немеді, геноцид деп атсыз ғой, геноцидтан былай өзіміздің жігіттер өздері вообще сөзді түсінбейді ғой, боқтап сілеп, байқұс өзімен өз жүрген қасқырға да тыныштық жоқ, қоянға да тыныштық жоқ. Одан қала берсе, ана түлкілерді, байқұстарды, неужели біздің соншалықты адамдарымыз қаншер? Мен поражаюсь бар ғой. Ана не орыс құрым, анда украинстар құрым болмайды. Украинстар и то соғыс болып жатыр, и то они там спасают и жаңағы жануарларды ше. Врачқа апарып жаңағы. А біздің қазақтар болса, өзімен өз жүрген неме жаңағы киікті артын машинамен қудалап, одан өзімен өз жүрген стая волков жаңа иттерін, таз иттерін солар талатқызып жалғызу. Это вообще не қаншерліктеріне мен сөз жоқ. Ана даже ана Россияда мысалы түлкі ана біреу рыбалкада отырды, балығын ұстап. Іштеме жоқ, соған ақ беріп жатыр ал. Содан ол кедей болып қалған жоқ қой. Біскілер деген өзімен өзі жүрген қасқырмен, одан қала берсе ана не бар ғой? Рысь. Соларға тиісіп. Это же вообще маразм ғой, мен не знаю, біздің қазақтардың до того тупостіне мен вообще, извиняюсь, конечно, за выражение, вообще сөзім жоқ. Шейникті апарып сөз ақ біле? Өзімен өзі жүрген, степте жүрген малды қудалағаннан кейін не сұрайсыз? Байқұс бөкендердің артынан қудалағанын көрсеңіз машинамен. Байқұстар вообще, ана екі қасқырды қудалағанын көрсеңіз. Өздерімен өздері жүрген қасқырды. Боқтап, сілеп, көргенсіз вообще. Құртып жатыр қазақ мемлекетін, сол үшін құртып жатыр. Құртсын, вообще, мен уже уважение потеряла біздің ана жігіттерге, оны мал асыраған, мақтанғанын қайтейін. Этот уже семіздікті тоқа мал көтереді дейді, байқұс малдарды боқтап, үйтіп өтіріктен публикаға жұмыс істеп, зачем оның бәрін? Лайк жинап, видео салыпты бір жігіт, өзінің 12 жасқа келген, 11 жасқа келген мысығын
бұл алжыр деп су айдалаға барып тастап кетті әлгі ауылдан біреу алатын шығар деп. Оны кім алады ол алжыған мысықты? Енді бар, сенің мысығың ғой енді. Оны немеге апарасың далаға тастап? Мен айтып отырмын ғой, жестокостарына сөз жоқ біздің қазақтардың. Ана бір байқұс атты көрсетті. 7 жыл бойы сол атпен жүріпті. Байқұстың ана бір аяғы, артқы аяғы не қапты, ақсандақ қапты. Енді всю жизнь, наверное, таскал, аналар қарамайды да ғой байқұс. И соны бітетті 770 мыңға сатамын деймін. Ана балаларың кәсетілсін, бүйтсін, сөйтсін. Нет бы дать это, дожить этому бедному неге атқа ше, нет же ол сөйтіп 7 жыл бүйттім деп. Вообще мен көңілім қалды, если честно. Біздің қазақтарға көрдім, бір келіншек сол айтып, өзі орыстар сондай дейді, орыстардан сонда да келіншек бүйтіп тұр жаңағы сиырға, ана сиыры кәрі екен, енді 10 жасқа келген сиыр екен, енді бұзауламай қапты биыл. Енді бір жыл бұзауламай қалған ғой, қайтаға сүт ішкенде бәледей алып сатқанда. Сонда ана етке беріп отырған ғой бұзауларын жыл сайын. Ал енді биыл бұзауламай қалып, қасапханаға өткізіп жатыр екен. Сонда бейдейді сиырға қарап. Сені сүтіңді дәмді болды, балаларым жақсы болды, майыңды саттық, сүтіңді ірімшігіңді саттық. Рахмет саған деп ана сиырдың көзінен жас ағыпты. Соны айдап бара жатыр, қасапханаға берші. Көзінен жас ағып өңіреп тұр, жас сиыршы. Сонда мен айтамын, сен не көрдің сонша? Сонда 5-6 жыл бір шөп тілейсің, бір жағдай. Сен бірдеңе бола ма? Мен ана комментарий жазып жіберсем бар ғой, маған вообще айтады, короче, там оскорбление, ты больная, туда-сюда, сондай да. Бәріне жазып жіберем, менше, что за люди, вообще не деген адамсыңдар, тылсым дүние бар, қарғы сатады ғой десе. Не қылмайды, сен өзіңді қарғын, мен өзіңді атсын деймін, бір бәле деп. Я говорю, вообще мыналар не болып кеткен екен ғой дедім. Бесполезно бұларға айтып ше. Сіз көрсеңіз, ана тик-ток тола, ола прям соны мақтан тұтады, соны қоқ қойған, как они жаңа қасқырды қудалаған. Как они байқұс ана бөкендерді айтсаңызшы, құдай самасын. Байқұс екеуі деген жүгіргенде қашқанда ана машинамен қуып жүр ғой. До того уже семіріп кеткен, олар даже ана джиппен малды қайырып жүр ғой. Не сұрайсыз, соншалықты мақтанған. Мына же пафос же, мақтаншақ. Жіберді видеосын батыс қазақтарда жиі салады. Олар үнемдейді екен ақшаны, не сатып алуға аяй жем шөбін. Сонда ана малдары аш. Картон жем шөбін, аш малдары. Картонмен, ана, неме түйелерді картонмен беріп атқандарын көріп, мен вообще шошығым. Картон жетістіріп, картон жетістіріп. Райхан, мен айттым ғой, бүкіл қазақ қазір сайтанға табынып жатыр, кәдім сайт екен. Ойбай, үйтіп айтсаң кетеді қазір деген, ох, жоқ, вообще говорю. Сондай, вообще, понятие, вообще, я не знаю, ниже плинтуса біздің қазақтардың. Конечно, қазір маған бәрі хейтить етіп, ауыздарына егенін оттайтын шығар, но ниже плинтуса уже отпустились. Вообще, қаншерліктеріне мен вокруг да около көрем күнде. Баяғыда байқамайтымын, а қазір вообще, даже бар ғой, жалко ше. Не знаю, это насколько до такой степени. Бірнекені айтып тұқсасаң, аналар тыңдағылар да келмейді. И вот мимо ушей вот это все пропускает. Олар мал дейді ғой. Райхан, олардың дәрежесімен, олар мал қинау үшін жаралған, азаптану үшін жаралған дейді олар. Еще да, бір-бірін малсың деп мазақтайтын айтса. Я говорю, ешек сендерден ақылды. Я говорю, ешек деп ракеті. Мен айтам, ешек сендерден ақылды деп ше. Өткенде көрсетіп отыр, ешек ана малға айырып жүр. Алтынай бір нәрсе айтқысы келеді ғой деп. Алтынай не айтқыңыз келеді, айтыңызшы. Ал айтыңыз. Мен не айтам, сол алдында айттым ғой сізге, сол. Мен де қарсымын ғой бәріне, жан-жануар, мәші, жәндік. Бәрі жүруге, өзі өмір сүруге құқылы ғой. Соны түсіндіру керек. Жан-жағыңыздағы, жанұяңызда. Ой, нәрсенің сұрауы бар, судың да сұрауы бар, мысалы. Бәрінің сұрауы бар, дұрыс айтасыз. Оны сіздер просто я демей, сіз айтпайсыз ба? Мен мысалы айтып жүрем. Маған содан кейін бәрі начинает, больная бірнеңке деп. Я говорю, взаимно деп. Тыңдайтын олақ айтамыз ғой? Да айтпайсыз сіз.
Сізде білініп тұрсыз айтпайтыныңыз. Айтпайсыз мен сізде даусыңыздан біліп тұрсыз, сіз ондай нәрсе айтпайсыз. Ана мен көңілде Сіз қалай көрдіңіз? астында жатты. Сіз түсініңіз ба? Ана не үшін біз ұстап жатырмыз жаңағы қасырларға және жаңағы қалған жан-жандарға. Жартылай түсініп отырмын Шәкене ханым. Жарайды, оғанда жақсы. Толық түсініп отырған жоқпын. Негізі примерно біліп отырмын не айтып жатқандарыңызды. Енді жүрегіңіз сезсе болды ғой, не үшін екен? Ең Мен басты жүрегім ауырады. Аңдарды жақсы көремін. Біреу норка шуба киіп барса жүрегім ауырады даже. Иә, өйткені норка шуба онда қиналған байғұс. Ана Данияда норка шуба демекші 30 миллион норкалар қырып тастапты ғой, олар 30 миллион клетканың ішіне бір-бірінің үстіне мінгізіп қойып сол асырайтын, оларда қанша екен Дания деп Европадағы мемлекет. Сол 30 миллион нені қырды ғой, жаңағы норкалар. Соған шубаға өсіреді екен ғой, сөйтсе олар. Сөйтіп ауру деп бәрі қырып тастаған, тірідей өртеген ғой, тірідей. Клетканың ішінде отырған күйінде сол 30 миллион, ойлаңызшы, Дания, Европа. Біз айтамыз, ой, біздің қазақтар қаншерді абыроймен жоқ, бүкіл әлем, олар да Қытай сияқты қаншер, сол Европада қалшы. Ол өтірік олардың жандар ашиды дегені, олар да қаншер бәрі. Қытайлар вообще безбожники же они. Олар аяу дегенді білмейді ғой. Қытайлар что летает, что плавает, что ползает, бәрін адамды да жей береді ғой. Они совсем безбожники. Олардың жаманы бар ғой, жарайды ол нетсін, бірақ олар қинап өлтіреді ғой тірідей. Ана мен туралы көрдіңіз, қазды Райхан, мен жібердім ғой видео. Қаздарды жылына 4 рет жұмалайды екен тірідей, қауырсындарын жұлады екен, тап-тақыр болып, етіне дейін көрініп қалады екен. Соны қайтадан жібереді, олар енді жазыла бастап, қауырсындар тағы шыға бастағанда тағы жұмалайды екен тірідей. Көрдіңіз бе, мен видео жібердім ғой, сөйтеді екен, Тірідей оларда жана не бар ғой, утята бар ғой, маленький цыплята, утята, соны мясорубкадан өткізіп жатады. Одан да бетерін көрген мен. Сосын кен ана тышқандарды алады да ыстық суға бұж дегізіп салады. Қайнап тұрған не бар ғой, қазанға. Сол кезде ана терісі сыпырылып түседі. Әппақ ана тауық ниеті сияқты. Сол бір кездерде осы Қазақстанға жіберіп еді, тауық ниеті. Біздің қазақтың видеосы сіз көрдіңіз ғой, Райхан, бізде түсірді ғой адамдар барып, жаңағы буаз сиырды жартылай бауыздап қойып, тірідей қалдырып, жарты сағат болып жүрген, иә? Оны ана сіз осы Алматының Алтын бойнясына барсаңыз, Алтын бойнясына. Оны неше түрі Алтын көзіңізше таңдаған малыңызда бауыздайды да 6 секунд сол жерде бойнясында 6 секунд іліп қояды да, сояды да 6 секунд бәрін істейді. Алматыда бар ғой, ең үлкен бойня неде ғой, Алтын Ордада ғой. Төбеге іліп қояды ана крючокта. Райхан, мен тек қана базар екенін білем, бірақ сол жерде қасапхана бар мен білмеймін. Ой, бар еще қандай бар оны. Мен оны талай болған ол жерде, потому что талай ана немет жаңағы. Как его, неге ше? Құрбан айтқа ойбай деген, қырылып деген, әлі сіз құрбан айтта барып қараңызшы, там вообще беспредел творится. Мы же раньше вот, қазір. То ана құрбан айт қазір енді скоро басталады, барып көрсеңіз бұл, это невозможно там. Там көрсеңіз адамдар бір-бірін жеп қояйын деп очередьке қырылады. Алтынай мен Майнұрға рахмет, мен сіздерді өшіре салам, эфирде отыра беріңіз. Райханды тыңдайық. Райхан айта беріңіз. Соны айтып тұрмын ғой, жаңағы бойня страшная деп. Кім біреусі көпіліп жатыр шеға деп. Тамара дей ма? Өздерін бойняға апару керек. Өздерін бойняға апару керек. Что она там смеется? Я не знаю, біз не қандай күлкі нәрсе айтып отқанымыз. Жоқ, адамдар көрдіңіз ба, олар ойлайды, олардың шер ауырмайды деп. Олар бәрін титтей инені бұлай нетіп қалсаң, қандай бақырады, жылайды олар. Тура адам сияқты ғой оларда, құрайды терісі бар, жүні бар, бұлай өте сезімтал олар. Әрбір ауруға кішкентай ауырған өзіне сезімтал. Енді ойлаңыз, соларды жайды қалай қинайды, иә, соларды. Қазіргі ата-аналар ана малды не алып жатқан балаларына не алып қойды, о кішкентай балалар ауыздарына киген оттап, ана атты қалай ұрып жатады. Я говорю, сен боқтамасашы, андағы ат сезіп тұр ғой, сен өзіне қарай ұмытыл не қылып жатыр да жаңағы, ол потому что боқтап жатыр жаңа атты ше.
Я говорю, ну қандай қаншылығы? байқағаным бізде қазақтар бәрі боқтайды екен әлгі малдарды. Бәрі боқтайды екен ғой. Бір сиыр құлаққа байғұс аяғын сындырып жатса, оны боқтап жатыр бір малшыға. Сен көмектес оған тұрғыз, ал сен оны боқтап жатырсың. Қандай қаншерлік, иә? Өзің аяғын сындырып жатса, біреу боқтап жатса алмай ма мысалы? Сұмдық, әйтеуір адам Ой, шошиды. страшно. Еще я вообще не знаю, неме бәрін ана разрешать қазір вообще әдейі солай ғой енді. Райхан, оның жүйіттер әдейі Ғой енді вообще деймін да сол. Енді сөйтіп жүйіттерде қазақтардың қаншер болғаны керек, бір-бірінің етін жегені керек, бүкіл ағаңдар өздері қырып тастағаны керек жүйіттерге. Жүйіттер туады, иә. Олар қоштайды ғой, солардың заңы ғой. Мына бауыздау қан шығару солардың енгізген о баста. жоқ, мен дело не в том, что это. Я говорю, біз қазақпыз деп керемет айтқанда бір бәрі бәледе, ал неде жаңағы тиктокта сол ауыздарына ақ ит кіріп көбейіп шығып жатыр. Иә, сөйтіп жатыр. Енді біз оны Соншалықты ал қазақпыз дейді, кеуделерін ұрғаннан гөрі сол кішкене культурно сөйлемей ма қазақ деген ат? Я говорю, вообще, еще кеп мұсылмансың ба, бірнекесің ба, бұл жанство одно. Толку-то, что они мусульмане, хуже зверей. қайтаны христиандар кішкене астап былай. Мен айтып тұрмын ғой, даже говорю, украинцы соғыста жүр, ана байқұстарды, ана ит мысық оқ тиген соларды апарып врачтарына пытырасын алғыздырып, несін тамағын беріп, киімдеріне орап қойып жатыр. Это Иә, ол тамақты сұрап келеді ғой адамдардан. Ағы бір мың адамнан бір адам шығады, бір кішкене мейірім, сол кейде тамақ береді, сол ойлайды, сосын ол байғұстар бәрі осындай екен, мүмкін ішінде көбірек шығар сондай деп. Сондықтан сеніп келеді ғой, сен. ана бір ауылды көрсетіп жатыр да, бір түлкі енді ол аш екен, мысалы. Аш болғаннан кейін келеді ғой, аш болмаса немесіне келеді ол. Сол кезде ана сол жерде, наверное, бір орыс кісі бар. Жаңағы бір кісіні айтып жатыр да, ол жоқ, прям как по расписанию келеді мынау деп біздің қазақтар соны мазақтап жатыр да. Мазақтағанша тамақ бермейсің ба деп жатырмын мен. Динар, онда сіздің жолыңыз толық ашылады екен. Ержан, рахмет сыйлықтарыңыз үшін. Иә. Ұлпан, сіз құрақ ашыққа неге отырмайсыз? Қасқырларға, Ұлпан, қайырлы кеш. Қасқырлар үшін сіз бір тәулікті бастамадыңыз ғой. Қашан сіз бастағалы жатырсыз, Ұлпан? Бастаңыз. Құлақ ашты. Біздің жігіттер молодцы, ана құлақ ашқа отырып жатқан. Иә, Иран құлай ма деп Нурика Алматы сұрап жатыр. Райхан, жауап беріңізші, Иран құлай ма? Иран құлайды, құлатады. Олар ешкім даямайды қазір. Олар баяғыда уже запланировано жазып қойған нәрсе ғой. Я не знаю, неужели киноны қарап сіздер түсінбейсіздер соны? Вот эти все фильмы, сказки, даже қазіргі мультфильм, бәрінде анық қанық айтып отыр ғой, білмеймін сіздер қалай. Я не знаю, мен сразу начинаю вот это. Қазіргі кинолардың өздерін байқадыңыздар ма? Только фильм ужасов көрсетеді. Оның бәрі на самом деле это делается. Орынбек қайырлы кеш. Орынбек деген жігіт сізбен сөйлескісі келіп тұр ғой деймін. Орынбек қайырлы кеш. Орынбек сөйлей беріңіз. Саламатсыздар. Қайырлы кеш. Кешар. Бұның бәрі болып жатқан көтерілістер, мысалы, жаңағыдай диктатура құлату дейді. Бұның бәрі запланированный нәрсе ғой, действительно бұл масондардың жасап отқан қимылдары ғой. Конечно. Сіз мысалы Назарбаевыңызда, Тоқаевыңызда солардың қорасында мысалы бар ғой. Сен Путин'да, жаңағыдай Зеленский'іңда бәрі халықты просто қалай десем болады, халықты геноцид деді ғой, геноцид. Мысалы, екінші мировой соғыста сол жоба. Мысалы, Гитлердің өзі еврей, да? Сол екінші мировойды оның еврей екен, сізге еврейлердің өзі насихаттап айтты пропаганда. Ол еврей емес болатын. Ол еврей емес, оның өгей әкесі еврей болған. Жоқ, өгей әкесі де болмаған. Иә. Оны неге еврей деді? Өйткені ол да біздің адамымыз деп шығар. Ол 1% еврейдің қаны жоқ Гитлерде, 1% жоқ. Алмай апа, рахмет ұстағаныңыз үшін, иә, бөрілер үшін ұстағаныңыз. Енді бір жерлер солай жазылады да, бәрібір сол екінші жаңа дүниежүзілік соғысты, мысалы,
финансирование жасаған еврейлердің өздері, мысалы жаңағы Ротшильдтер, Фордтар, мысалы өзі, мысалы еврей. Финансирование неге ол алды? Өйткені басқа банктер жоқ, бәрі солардікі, сіз түсінесіз ба? Енді сайтан ала ма, жерден қазып ала ма, банктердің бәрі солардікі болғандықтан, иә, ол рас алды. Соны пайдаланып оған жала жапты. Түсінесіз ба? Бүкіл банк солардікі. Ну, естественно. Ешқандай басқа ұлттық банктер жоқ. Ол кезде мысалы, иә, дұрыс. Мен оған ешқандай не алмаймын. Бірақтан сол, мысалы, сол соғыс арқылы олар өздері байтып отырды, мысалы. Еврейлердің өздері, мысалы, геноцид жасады. Ол мынандай ғой. Ол еврейлердің ішінде, мысалы, солай болды ма? Мысалы, екінші дүниежүзілік соғысында кім выживает, сол қалды еврейлердің. Жақсысын теріп алды да, жамандарын құрбандыққа шалып жіберді, мысалы. Мысалы, бәрі сол құрбанға шала береді олар. Сіз бай бола ма, бай болмай ма, если у них запланировано, олар қарамайды сіздің байлығыңызға да. Басқасын, еврейсің ба, сен итсің ба, мысық, бәрібір олар. Если они запланировали, если олардың пландарында, ол уже баяғыда жазып тастаған бұлардың бәрін. Сол сценарий бойынша, бәрі сценарий бойынша. Мысалы, мынау Россия мен Украинада соғысты, мысалы, сценарий бойынша. Мысалы, сіздің Қырым кімдікі дейді да? Қырым ешкімдікі емес, ол Ротшильд 20-шы жылы сатып алып қойған оны, анау жаңағыдай заводтардың несіне, Ленинмен жаңа кімнің несінен, ол Ротшильдікі вообще. Рокфеллердікі, то есть Рокфеллердің жері ол. Екеуі бір ғой, Ротшильд пен Россиянікі емес, Украинада жер емес ол. Украинаға әдейі көшіріп отыр ғой жерін жаңа. Жақсы жері, жақсы о жердің құнарлы жері деген. Содан кейін, конечно, олар жақсы жерді іздейді ғой. Жоқ, оны 20-шы жылы Қырым мен дұрыс айтады. 20-шы жылы иә солар сатылған. 20-шы жылы. Иә, жаңағыдегі заводтар, жаңа ауыл шаруашылық техникасын шығаратын заводтар салу үшін Ленин оны сатып жіберген. Лениннің өзі де, шешесі де, мысалы, еврей. Революцияны қалай жасаған? Ленин бір өзі, Лениннің шешесі еврей, мысалы, ше. Ленин өзі оны ұйымдастыра алмайды да, бұлай қарап тұрсаң, өзі қашып түсіп жүрген оны да еврей, орынбай. Сталиннің өзі 100% еврей. Иә. Грузин дейді оны. Оны, мысалы, Лениннің өзінде финансировать еткен солар, мысалы, жаңағыдегі революцияны. Мынау революция жаңағыдегі екеуін бірге үйреткен ғой, кезінде бірге оқыған ғой олар. Екеуін дайындаған ғой. Жоқ, олар бірге оқыған жоқ, ол бөлек. Бірінші дүниежүзілік соғысты жаңағы Адольф Гитлер қатысты бірінші дүниежүзілік соғысты солдат болып жүрді, еврейлер болып. Ал Сталин ешқандай бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан жоқ. Ленин де қатысқан жоқ, олар қашқан дезертирлер болды, дезертирлер. Бірінші дүниежүзілік соғыста тек қана Адольф Гитлер өзі жарақат алып сол жерде қатысқан адам. Аналар сөйтіп жүргенде ол соғыста соғысып жүрген, 2 рет жаңағы жарақат алып өлімнен қалған. Сондықтан олар мүлдем әртүрлі, олар салыстыруға болмайды бір-бірімен. Я просто читала бір жерде, соны нені айтып жатырмын. Оны жөйттеп бәрі жазған. Нет, конечно, мысалы бар ғой. Оның ішінде 50% вырасты, 50% отыр ғой. Но где-то доля правды все равно есть. Там көп нәрсе оққандай. 5% қосады ғой, әйтпесе сенбейді ғой. Я. Да, ну там-то видно уже, где өтірік, где уже, когда начинаешь соображать. Сіздің арқаңызда ғой, конечно, көзіміз ашылады. Міне Дональд Трамп жағында ана Венесуэланы банкқа салған шығарды. Не үшін? Өзі алмайды, солярканы сату үшін дейді. Ал кім оған бұйрық берген? Жүйттер сол жағдайлар. Дональд Трамптың өздері біледі. Масондардың жасап отқан ғой, оның бәрі масондардың жасап. Мысалы, бір елдің ішіндегі ішкі саясатына ол Америка қол сұғу дұрыс емес ол. Мысалы, баяғыда Иракты да солай жасады, мысалы. Ливияны солай жасады. Мысалы, Сирияны бәрі. Ливияны да солай жасады. Бауғанстан бәрі. Мысалда бізде мен Назарбаевыңды да, Тоқаевыңды да мен ешқайсысын жақтамаймын. Мысалы, кім Мұхтар Әблязов онда отыр ғой, анда неде, Францияда отыр ғой, көтеріліс жасаймыз дейді. Ол көтеріліс жасай алмайды, потому что Мұхтар Әблязов Францияда Европа просто козыр ретінде ұстап отыр. Мына Назарбаевпен. Ол мәселе басқаша, ол Әблязовмен
айтайын нақты не нәрсе. Ол Әблязов та солардың адамы, солар түрткілеп отыр. Өйткені олар адам керек бір оппозиционер. Адам керек оппозиционер, а сыртта бір влиятельный. Сол үшін олар ұстап отыр. Ол жөндем тәсілі ғой. Олай емес. Мен шындықты айтайын. Ол кейінгі істегенмен не істемейді, бірақ оны көпмен түрткілеп отыр. Кешіріңіздер, көпмен деп айттым, басқаша айтайын, иә. Ана жөндеп түрткілеп отыр да оны маза бермей. Маза бермей отыр. Мысалы бар ғой, мен қазір бір минутта кезінде Әблязов қайтып сол не убежище алып кетті ғой неде Францияға. И Тоқаев Францияға барғаннан кейін, қол қойғаннан кейін кімнің Әблязовтың несін тартып алды әдейі, гражданствосын, жаңа политический несін. И сөйтті да қайтып, онда не үшін жаңағыдай Қазақстанның ресурстарын қолдарына алу үшін. Тоқаев қайтты, если жаңағыдегі сен келіспесең, біз Әблязов көтеріліс жасаймыз да, Әблязовты апарып қоямыз мысалы. Ол сол действительно козыр олардың отырған. Олар мысалы Қазақстанға Қараңыздар, жүйеттерге бәрі қызмет етеді. Оппозиционерлер де, президенттер де бәрі жүйеттерге. Бүкіл оппозиционерлердің бәрі, бүкіл президенттердің бәрі. Яғни ресми және бейресми биліктің бәрі соларға қызмет етеді бәрі. Иә, соларға. Иә. Бізге ничего не принадлежит, бәрі солардікі. Сіздер қалай неге түсінбейсіздер? Бәрі өтірік бәрі. Бізге ничего не принадлежит, бәрін алып алған баяғыда. Вот и все. Түгел уже, жердің астында не бар, бізде не жоқ, оны бірін білеміз, бірін білмейміз. Оның бәрін баяғыда уже бұлар бөліп, таситын тасып, теспей сорып отыр. Оны сіздер досконально ешкім білмейді. Біз ана Ватиканның свидетельствосы бойынша біз олардың құлдарымыз, кімде документтер бар, қол қойылған, біз солардың заттарымыз заң бойынша. Ал кім свидетельствоны алмаған, документтер жоқ адамдар, олар еркін адамдар, иә. Сондықтан әлгі міндетті түрде документ алынса сол құлдық қылу үшін. Ал бірақ адамдардың хақысы бар алмауға документ. Бірақ ондайларды шектейді. Көп шетелге бара алмайсың, документің жоқ болса, көп нәрсені бермейді да ғой. Мысалы Қытайда, мысалы деймін да, Қытайда, там же разрешается брак бала ғой туған. Если ол бала, если екіншісін туса, оған документті бермейді, но он в любое время жоқ болып кетсе де, оны ешкім іздемейді, он нужен для них. Мяско. Түсіндіңіз, иә, мен айтқанымда. Иә, дәл солай. Иә, вот и все. Бізде береді ғой документті, неге бермейді? Документсіз жүре алмайсың ғой. Ты что? Даже қазір телефонға симканың өзін сен инді теріп бірақ подключаешься. Сен без документов каждый, мы чипованные, как барашки. Как Чиполлино. Иә, баяғыда бізде ана қайта-қайта біздің қолтаңбамызды рұқсат өтірік сұраған болып, мына аккаунтқа кірсе, аты жөніңе кір өзің аккаунтыңа дейтін ғой, өйткені бізді. Естественно, мы уже давно чипованные. Ин это и есть наш чип. Баяғыдан бері ол запланированный. Бізден сұрамайды да ол. Например, мен ана 45-те удостоверениені ауыстырасың ғой, они же сондай не баяғыда ауыстырмаушы едік қой ондайды. Например, содан кейіннен уже стали 45-те ауыстыру туда-сюда. Сол кезде айтуға ана. Сол документ қазір жиі ауыстыру керек. Баяғыда бір 25 жылда бір рет мысалы паспортты ауыстырады. Ал қазір бар болғанда 10 жыл береді. 10 жыл сайын сен міндетті түрде жүруің керек. Қайта-қайта сен ақша төлеуің керек. Ақша төлеткізіп қойған. Мына кеңес одағының кезінде бір тиын төлемейтін. Өйткені сен өзіңнің азаматысың еліңнің, иә. Ал қазір 30 мыңнан 40 мыңнан төлеуің керек сол 10 жыл сайын жаңағы. Өйткені За все надо платить қазір. Қазір за все надо платить. Қазір за все төлейсің. Қазір одан кейін ана, например, карточкаңды жоғалтып алдың ба? Өткенде мен мына жолдасым алды да. Екінші күн карточкасын жоғалтып алды. Срок прошел, барып ауыстырған етін. Ертеңіне ол сол карточкасын жоғалтып алды да, барып қайттан неғанға уже платный. Потому что ты жоғалтып алдың, сам виноват. Ауыстырғанға срок келгенде бесплатно. Анықтамада ақша төлейсің. Мысалы, банк әрбір анықтама справка үшін 3.000 теңге, 5.000 теңге солай алады қазір. Жай анықтама бір жерге апарып. Карточка сөзінен алып тұрады ғой, ана жылына бір рет ақша алып тұрады. Иә. Списание өтіп.
Писание. Олар былай да әбден сауып жатыр бізді. Былай бәрінде төлейсің ресми түрде, тағы да қосымша жаңағы тағы не деді әлгі. За все надо платить, бәріне төлейміз. Иә, өкінішке орай солай. За все надо платить. Сонда қазір қазақтарда бірақ жол қалды, ол ана есін жиып, мына жан-жануарды қорғау керек. Оның мәселесі бітпейді адамзаттың. Кредит керек, үй керек, тамақ керек, бірдеме деп бітпейді ешқашанда. Сондықтан боғын жемей бәрі жаңағы қуанышқа отыру керек. Енді ана, как его, қазір штрафтарды миллионға дейін көтеріп отыр ғой. Иә. Миллионға дейін көтеріп отыр. Вот и все. Басқа енді. Бізде ана екінші Германия болдық қой, Германияда бәріне де айыппұл, көрінген нәрсеге. Гүліңді жұлып алсаң, жаңағы өзінің неңде қойсаң, жаңағы көкөнісіңді бәріне жаңбыр үшін, су үшін, жел үшін бәріне төлейді екен ғой олар. Жаңбырға төлейді ғой олар, жаңбырға төлейді. Сосын кейін өткенде бір көп олар ана неге шығып еді, митингқа шығып еді, светтерінде бәрін түгел өшіріп тастады ол. Иә, сөйтті. Жөйтте бәрін бұлай эксперимент жасап жатыр өздері. Ал былтыр эксперимент жасап еді ғой свет. Италия мен Германияның адамдары, жалпы Европада Италия, Германия дейміз мысалы, немесе жаңағы Ұлыбритания. Қалай адамдар киініп көрінсе, бәрі қайшы. Жаман китайский ең арзан курткалар киіп жүреді, бәрі жаман ақша киіп алып. Сөйтіп тұрғыжылық бәрі жүр. Сол қазір итальянецтер сондай, жаңағы немістер, және қайта біздер әдемі киінеді екенбіз қазақтар оларға қарағанда. Ой, біз понты же, у нас же понты, у нас оларды ондай не заморачиваются ондай киімге. Кір-кір болып жүре береді. Ана, на топтанмен. Үйден қалай шығады, солай шыға салады екен. На топтанмен кроссовки, грязный, жүре береді олар вообще. Май-май болып, кір-кір болып жүре береді. Олар бұлай әдемі бұлай киінбейді екен ғой сыртқа шыққанда, мен соған таңқалдым. Не, вообще, на этом нет. Ана, пижамамен де жүре береді. Америкада вообще там же. Иә. Ана, немет новогодний киімді де киіп алады даже. Сонда киім жүре береді. Пофиг, ешкімге шаруасы жоқ аяқта. Хэллоуиннің киімдері дейікші, Хэллоуин. Иә, сөйтіп жүре береді. Ана, көрсетеді ғой магазинде тұрған. Ана, жабысқаған лосина, қарнын жартысы, далада. Сондай жүре береді. Для нас это же дико, біз ондай түсінбейміз. У нас же, ой, понты, біз сөйтіп киініп алшы, айтатына, больная деп. Бәрі көздерін аударып шыға келсін. Даже автобуста тұрғанын өзінде бір-бірін жақтырмайды. Бір керемет бір таксимен жүрген адам құсап. Автобустағылар ведут же себя солай. Ар тұрыңызшы, бер тұрыңызшы деп. Я говорю, не устраивает, села бы на такси и поехала бы, кто тебе мешает тут. Қысылсып. Өздерінше понты же у нас, господи. Мен автобуспен күнде жүрем ғой. Қазақтар ғана екен ғой, шетелде мүлдем әдемі киімдер алмайды екен ешкім. Бір мөшектерін 20 жыл киіп жүре береді екен, үйде жатқан бір мөшекте олар. Демейді олар даже, біз мысалы, мен, например, все түкте, бәрін как... Олар даже түктемейді, ана киноларында даже көрсетіп жатады, қағып кетті жүре береді. Жиналмайды. Почти вот это үйлер грязный. Көрмейсіз, сосын кейін оларда бір қызығы киноларында, ана жүйттер әдей сондай кино шығарады ғой. Күйеуі қалып қойса 5 минут үйге, тура 6-да келмей 6-дан 5 минутқа кеткенде келсе қуып жібереді екен, шағадан бәрін далаға лақтырып әйелдер. Соны көріп, біскілер де соны істеп жатыр ғой. Солай ма не? Олар ана 18-де балаларын шығарып жібереді ғой, сразу все, ушел деп. Кругом марша. Да, біз немета немере өлгенше, бала өскенше, немере өлгенше деп соларды қарайды. Жандос қайым кеш, иә, айта беріңіз. Жандос Құрғағашты еді, саламатсыз ба, мен Жандостың келіншегі едім. Жақсы. Кешір. Құрғағашты екен, ол да жақсы. Ем болсын, шипа болсын, бөлілер болсын. Иә, қасырларымыз. Иә, сізде ұстамайсыз ба енді? Мен бір сұрағым бар еді. Айта берсін. Сол мен бала көтеріп, бала түсіп қалды. Енді дәрі іш десем, ішпей жатыр. Екеуміз бірге емделуіміз керек екен. Құрғағаштықсыз, вот и все. Не қылады дәрі ішіп, ана уландырып бәрін, бүкіл денеңіздің бәрі. Оның бәрі ол қазір дәрілер. Қазір дәрілердің бәрі
уландырып денеңізді МРНК бәрі. жоқ менде сол женский Мен сізге айттым женскийдан ғой, проблема қуанышты болып тұр ғой, сол бірге жолдасыммен проблемаңыздың емдеу бәрі деп шатсыз тұр. деп. Енді ол ана емделгенде Екеуміз- мен бір рет жолдасыңыз екеуіңіз кезінде көп ана мектепте вакцина алғансыздар ғой, әлгі календарьға салады ғой прививкалар. Солардың бәрі қамдамасыз, олардың бәрі бедеулікке апаратын прививкалар ғой, қазір де салып жатқандар. Ана туа салса БЦЖ-дан бастап, студент кезінде оқу орнын бітіргенге дейін салатындар бәрі сол бедеулікке апарады. Еркектерге де, әйелдерге де, жаңағы қыз балаларға, ұл балаларға. Сол көп денеңізде жаңағы нелеріңізді ауыстырып жүрген ғой жаңағы. Керек. Сіздің ағзаларыңыз сондықтан жұмыс жасамайды, күйеуіңізде жаңағы спермасының көлемі аз, әлсіз, сіздікі болса жанрыңызда жаңағыдай нелер эстрогендер көбейіп кеткен еркектердің несі жаңағы. Иә, сол клеткілер. Сондықтан иә, бедеулік ол үшін тазарып шығу керек. Аналардың дәрісін іше бермеңіз, сол жүйттер әдейі сөйтеді, олар алдымен медицина арқылы бәрін бедеу қылады, одан кейін өздері ударлерін беріп, одан сайын бедеу қылады. Сөйтіп соза береді неше жылға. Одан кейін экоға әдейі апарғызады, экода да әдейі бірінші ретінде олар жасай алса да екінші ретінде сөйтіп тағы сыпырып отырады көп ақшаны. Ол сондай бизнес жоба ғой, сіз түсініңіз, қазіргі медицина ол тек қана ақша жобасы, құлдардан ақша сору, құлдар арқылы баю алдап құлдарды. Сол ғой, сіз жаңағы құрағашыққа істеп отыруыңыз керек ол үшін. Иә. Жолдасыңыз отыр жатыр, сонда тазарасыздар. Және ешқандай дәрі ішпеу керек. Медицинасының дәрісі, витамин дәрімендері. Жолдасыңыз екеуіңіз бірге ұстамайсыздар ма? Сол кезде жақсы болады. Например, біреуіңіз ұстап, біреуіңіз ұстамасаңыздар, тоже не бір-біріңізге не боласыз. Бірге ұстасаңыздар, сөйлемейсіздер. Не айтқыңыз келеді, сіз ұстай алмаймын дейсіз бе әлде не? Жандосың келіншегі. жоқ мен уже ұстап көрдім, көремін. Бірақ жаңағы медицинамен тоже емделмесем бір-бірімізге жұға береді деп айтты да врач. Жоқ, жұға бергенде не жұға береді ол? Не, сіздерде ауру бар ма? Анадай нелер бар дей ма? Жаңағы жыныстық аурулар бар дей ма? Иә, жыныстық аурулар бар. Жыныстық ауру бәрінде де бар. Жыныстық ауру міндетті түрде біреумен жыныстыққа байланысты емес, ол экологияға байланысты қазір. Ең бірінші адамның астына шығады. Сіз тіпті ешкіммен болмасаңыз да бәрінде қазір ауру. Ешкіммен жатпай жүргендерде де бар ондай ауру, білесіз бе неге? Өйткені ана төбеден сеуіп жатыр, сол ана слизистыға бірден слизистыға влиять етеді. Слизисты дегенде жаңағы сулы жерлерінде, ол сулы жерлер адамның аузы суланып тұратын. Астыңғы жағы әйел адамдардікі, иә, әсіресе суланып тұратын жерлер. Сол жерде ана эпителий жаңағы қожасы сол жерде өте чувствительный болады. Сөйтіп ол жерге шыға береді неше түрінің бәрі. Содан да шығады экология ол, ана экологиядан ғой. Міндетті түрде ол әлгі бір-біріне көз шөп салғаннан. Енді бүгін Иә. Қалай дейсіз, есіңе алып? Бүгін бастадым мен де. Өте жақсы. Сізге Ағашқысы бүгін бастадым. Тамаша. Жастарыңыз қаншада сіздердің? Жастарыңыз? Мен 39-да. Сіз 39-дасыз, иә? 39. 39. Енді сіздер 39 болса, енді сізді күйеуіңізде сол сіз қатарлы шығар, онда 3,5 тәулік ұстау керек бәрібір. Онда сіз неге сөйлеп жатсыз, сөйлемеуіңіз керек қой сіз. Иә, бүгін бірінші тәулік болса сөйлеу. Жоқ, қазір. Қазір бастайын деп жатырсыз. Иә, бүгіннен басталып жатырмын ғой, бүгіннен. Онда молодец, саттырып. Сіз білесіз, 3,5 тәулік 84 сағат ұстасаңыз вообще красавчик боласыз. Анда ауруыңыз да басқаңыз да кетеді. Жолдасыңыз екеуіңіз бірге ұстаңыз, потому что біреуіңіз ұстап, біреуіңіз ұстамасаңыздар отвлекаться етесіз. Әйел адамға, білмеймін, қыздар бар бұл жерде 18 рет ұстағандар. Иә, мінекей 18-20 рет ұстаған бір адам бұл жерде. Қазір эфирде. Жігіттер вообще жеңіл ұстайды. Сіз не, міндетті түрде жазылып кетесіз 3,5 тәулікке, бірақ жеткізу керек. Жазылғанда толық жазылып, бала көтере аласыздар. Өйткені сіздер тазаланасыздар ғой. Ол рухани да тазаланасыздар сіздер, тек қана денелеріңіз ғана емес. Денсаулық болды. Екінші рет ұстадым. Екінші рет? Жетінші рет, жетінші. Жетінші, керемет, екінші, тамаша. Жетінші. Тамаша. Ал сіз тек қана бірінші рет елден ұсталып жатырсыз, сенбей жүріп, сөйтіп жатырсыз ба?
екінші рет ұстап жатырмын. Екінші рет онда жақсы, иә. Кейін ұстаймын екінші рет. Иә, соны ұстағанда міндетті түрде бәрі жақсы болады сізде. Сіздер әлі жассыздар, болады бала көрініп тұр. Болады сіздерде бала. Иә. Сол сұрағым болған, дәрі ішсек па, ішпесек па? Жолдасымды дәрі ішейік деп дәрілерін бәрін сатып алған. Ол дәрі деген ол жүйіттердің әлгі дәрілері құлағы не дейтін наркотиктердің түрі ғой, ол әлгі. Оған үйреніп аласың, оны одан кейін доғарсаң қайтадан ауру қоза береді, соны өмір бойы ішу керек ол. Есірткі қой кәдімгі олардың дәрілері. Сізге былай істеу керек. Ана ұстап жатқан кезде сіз ана қазір тек қана өздеріңіз туралы ойлайсыздар ғой. Өзіңіз балам болса тек қана өзім деп, өзімнің жанұям деп. Жоқ. Сіз ұстап жатқан кезде қазір мысалы дүние туралы ойлайсыз, мен дүние тазару үшін ұстап жатырмын дейсіз. Сонда жаратушы риза болып береді. Яғни сіз ұстағанда мысалы қасқырлар үшін, киіктер үшін, қазір геноцид болып жатқан жаңағы, солар үшін ұстайсыз, солай жаратушыға сондай тілек жібересіз. Өйткені сіз өзіңіздің әлгі тек қана мәселеңізді айтсаңыз, тек қана өзіңіздің жаңағы қубасыңыз, жаңағы тек қана жанұя, өзіңізге керек бала болды. Ол қабылданбайды. Өйткені сіздерге көмектесетін күштер, ол сіздің жекеменшік күшіңіз емес қой әлгі. Жекеменшік тек қана сізге әлгі ісіңізбен айналысады. Ол жалпы мына әлемдік күші береді ғой сізге. Сол үшін ұстаған кезде сіз солар туралы ойлайсыз. Мысалы қазір біз ана бөрілер үшін ұстап жатырмыз, жаңағы қасқырлар үшін, соларға қарсы ұйымдастырылған геноцид үшін, әлгі қырылып қалмасын, дендері сау болсын, тылсым күштер оларды қорғап қалсын деп, иә. Өзі бізде аз қалған сол қасқырлар елімізде. Солай ұстайсыз, мысалы, айтасыз, жаратушым, мен саған ризамын, мен сенің жаратқан әдемі аңдар үшін жаңа ұстап жатырмын, қасқырлар үшін, бөрілер үшін ұстап жатырмын деп шын ниетпен жүрегіңізбен жібересіз. Ана неге жаратушыға қарай, иә, ықпалды. Сол кезде ол ана күштер келіп сізге де береді тілегіңізді. Яғни өзіне бір биттей нәрсе алу үшін ол өзіңіздің жеке бағыңыз ғой, бас бармақтай бағыңыз бала болу, иә, сізде. Соны биттей бір нәрсе алу үшін өзіңізге бас бармақтай бағу үшін сіз жалпы әлемге бір нәрсе арнайсыз ғой. Мына адамдардың қателігі сол, олар ұстағанда тек қана өздерінің қуба үшін ұстап жатады, сосын көпке дейін мәжбүр ұстауға, орындалмай жатады. Ал сіз бірден сондай ықпал жіберуіңіз керек. Мен өзім үшін емес, мен қасқырлар үшін ұстаймын деп. Мысалы, иә? Қазір көбі сол үшін. Сонда береді. Сіздің ниетіңіз кетеді де, ол қабыл болады. Тек жаратушы бірінші кімнің тілектерін орындайды дейсіңіз де осы. Жалпы бүкіл дүниеде оның жаратқан дүниесіне тазартуға ықпал жасап жатқан, мейірімін, шапағатын беріп, жанашырлығын көрсетіп жатқан адамдарға береді алдымен. Ең соңында ана жаңағы өздерін ғана айтатын адамдарға береді. Тек қана өзін жаңағы менің балам болса, менің сол өзінің тілегін айтқан адамдар ең соңында береді. Сол үшін соны бірінші қатарда ана кезегіңіз болу үшін сіз жаңағыдай айтасыз. Кезек бірінші болу үшін, иә, сізде. Сондай қатарлар, сондай адамдар, солай ықпалмен істейсіз. Иә, соңғы сөйтесіз. Құдай шипасын берсін. Рахмет. Иә, айтқаныңыз келсін. Иә, сізге де рахмет қосылып бөліскеніңіз үшін ойларыңызбен. Отыра беріңіз біздің эфирімізде, және ем болсын, шипа болсын, тілектеріңіз орындалсын. Соны ұстап. Иә, енді кім тағы қосылғысы келеді? Бізде мына көрдіңіздер ме, жындар толған әлем, біздің не айтып жатқанымызды түсінбейді, иә, Райхан, адамдардың көбі. Жындар түсінбейді. Нет, түсінбейді. Көбісі мені түсінбейді. Даже сіздің эфирдағын жүктейсіз ғой, мен пересматриваю, тыңдап жүрем жұмыста. Сол кездегі қойған сұрақтары кешке дейін сіз бір немет бас десе құлақ деп сөйтіп отырады ғой өздері. Көбісі түсінбейді. Соны адамдарға мінекей түсіндіру керек. Ізденген адамға любой вопросқа, любой ответ бар. Қазір интернетте тола. Если ты хочешь что-то узнать, қазір любой жерін қазбалап, кітапты оқимын дейсің бе, интернеттен қараймын дейсің бе, любой нәрсені тауып береді. Мен даже құлағымдағы наушник мои мысли читает. Маған сол нәрселерім бәрі сразу шығады. Мен мысалы ютубтан бірнеке көрейін де сөйтем ғой, мысалы я подумала, жаңа мысльді, құлағымда наушник болды. Мен целый день сізді тыңдап жүре берем жұмыста. Потому что былай не қыламаймын ғой, елдің көзінше не қоймай, құлағыма тығып қоям да жүре берем. Сол кезде даже вот этот наушник, они даже мои мысли читают. Сол мен что подумала, сол уже маған сол уже теманы уже шығарып қояды ғой үйге келген кезде.
Оны если жігіттер честно. сондай сол наушниктер арқылы нетеді ғой қолдарына Конечно, потому что телефон у меня, он беспроводной. Сондай наушник істеп. Иә. Ана базарға барып алу керек еді, ана құлаққа басқасы бар ғой, ана через зарядка не қылатын. Соны барып көру керек еді, ұмытып кете беремін каждый раз. Бірақ олардың иә, беспроводной ғой, который мысли читает. Олардың бәрі ана иін ғой. И ғой қазір, искусственный интеллект. Иә, дұрыс айтасыз. Өзімізде наполовину сондай болып кеттік қой қазір. Алло, саламатсыз. Иә, қайырлы кеш, қалайсыз? Манат, Мұрат кірді эфирге, иә, қайырлы кеш сізге. Иә, айта беріңіз, Мұрат, сұрағыңыз бар ма, әлде пікіріңіз бар ма, өзіңіздің ойыңыз? Мен негізі просто қарап тыңдап отырмын, анау не жайлы айтып отыр бұл жерде. Жын жайлы дейді. Соны біләсе енді жаңағындай біліп көрейінші кішкене не қандай отырғанын. Сұрағыңыз бар ма сонда? Менде в принципе сұрақ жоқ. Сіз не айтпақшы қуағаш ұстап жатырсыз ба? Жаңа құрағаштыққа отырыпсыз, Мұрат? Құрағаш? Саламатсыз. Уағалейкум салам, Нұржан. Құрағаш онда отырған жоқпын ба онда? Отыру керек. Нұржан, қайырлы кеш, сөйлеңіз. Мен құрағаш деген нәрсені Құрағаш деген не ол? Иә, жігіттер білмейді екен, Райхан, сіз түсіндіріңізші не нәрсе екен, қуағашты жігіттер. 84 сағат тамақ ішпейсіз, су ішпейсіз, сөйлемейсіз. Вообще, қолыңызды сумен жумайсыз, аузыңызды шаймайсыз, сөйлемей 3,5 тәулік 84 сағат соны шыдайсыз. И оның не қасиеті бар? Тазаланып шығасыз, ішіңіздегі жын жыбырдың бәрі шығады. Оразамен Туалетке баруға Ораза оның жанында әшейін ойнап қалады. Ораза сіз тамақ ішесіз ғой, бұл жерде 3,5 тәулік сіз 84 сағат сөйлеспейсіз, тамақ ішпейсіз, су ішпейсіз. Жоқ, андай мысалы туалетке барғың келсе баруға. Барасыз, но енді қағаз бар ғой, енді сумен жумайсыз, қағазбен сөйлесіз. Дәрет не, 3,5 тәулікті сіз дәрет алмайсыз, ничего страшного. Ой, мен дәретсіз жүре алмаймын оны. Я мен түсінемін, но енді бұл сізге ер адамға бұл 6 секунд ондай бәрін жасай алады. Осы жердегі ер азаматтар отыр, который 5 күн, 7 күн ұстаған кісілер бар. Ол қуағашты 84 сағаттан 13 рет ұстаған кісілер бар бұл жерде. Неге оны? Әйел адамға кішкене қиындау, но әйел адамдардың өздері бар, бұл жерде бір қыз бар 18 рет ұстаған. Жоқ, түсініп отыр. Неге оны қайта-қайта ұстап? Не себеп қайта-қайта? Егер бірден Енді сіз бір рет ұстап көрсеңізші, көресіз сол кезде. Әркімге әрқалай ол индивидуальный, әркім әртүрлі сезімі болады. Көзі ашылады, көп нәрсені түсінетін боласың, тылсым дүние деген нәрсені білетін боласыз. Жан-жағы адамдарыңызды уже түсінетін боласың, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен. Дұрыс қой енді, жаңағыдай. Ондай маған ашынақ бала кезден ақ көрсетіп жатыр ғой. Енді бала кезден не көрсетіп жатыр ал сізге? Жаңағыдай періштелер келеді, айтады, ескертеді, халыққа ескертеді. Сіз ескертіп жатсыз ба, халыққа не ескертіп жатсыз? Жоқ, енді ауызбіршілікке келсін деп жатыр, жүрегін, тілін, ойын тазаласын деп жатыр. Қалай тазалайды? Имамдарға, тағы да политикаға бәріне сын түсіп жатыр. Мен қалай айтамын деп едім, мен оқымайтын осындай простой адамнан жасаймын, мен құдіретін сонда да білмейма деп жатыр. Сөйтіп іздесем, кітапта да тұр екен ғой, Құран кітап. Қазақша мағынасын білем. Бұлай енді не қыламаймын. Бұрын ойлайтын мен андай әруақтар ғой деп ше, сөйтсем әрқайсысы әртүрлі мағынамен көрінеді, келеді, көрсетеді. Қуағаштасаңыз, сіз әруақтар деп айтамыз, оны сіз білмейсіз ғой, әруақ па келіп отқан сізге, жын ба келіп отқан. Жында ол әруақтың бір түрі. Жоқ, ол жын, шайтанды көрсетіп жатыр ғой. Ана періште бәрін таныстырып отыр. Күлді ғаламды, 18 мың ғалам, 2 дүниені. Сіз өткенде кірген кісісіз ғой, понимаемыз. Оны мен әшейін бұлай не... Енді мен ойлаймын да, мысалы бала кезде, мысалы сіз ойлайсыз да,
бір жасыңызда ма или ана өмірде де сізді выбирать етіп қойғанын бәрін көрсетеді да. Мен соған Алланың соның бәрін таңғаламын да. Сен үшінші адам қылып жіберем дейді да. Мен қалай үшінші адам деп сол кезде 2 рет ақыр заман болады екен да, үшінші рет қиямет қайым болады екен ғой, соны айт дейді да. Нұржан, ол бәрі философия ғой. Сіз мына қасқырларға ұйымдастырылып жатқан геноцид туралы не ойлайсыз? Және киіктерге ұйымдастырылған қарсы. Иә, ол природаны циркуляциясын айналдырмай тастады ғой. Мына қараңызшы, мысалға қыста еліктер Алатаудан түседі да, мына құмға жылы жерде қоректенеді. Мысалы қасқыр болмайық, елік болсын, қандай аң болсын да. Соны мысалы мынау жібек жолынан өте алмайды. Сондай бір 2 километр талдар егіп өтетін бір 2-3 жерден выход істесе, циркуляция айналып тұрады, мынау табиғат айналып тұрады. Ауыл мемлекет істемей жатыр. Және көп жолдары бар, иә, сақтап қалатын. Бірақ дым істемей жатыр қырғаннан басқа. Солай ғой Нұржан, иә. Ал дәл өзіңіз сіз не істеп жатсыз, айтыңызшы маған. Қандай әрекет жасап жатсыз? Мысалы, қазір мына қасқырларды қырып жатыр, киіктерді өзімен өзі степті всю жизнь ата-бабамыздың кезінде жүрген, мен өзім ауылда өскен адаммын, оның бәрін көрген адаммын, огородта жүретін бізде. Мен былай патологын айтайын, біз ол кезде соларды олар тиіспейтінбіз. Өзімен өз жүрген аңдарды, қазір соны қудалап, мәшемен де қудалап жатыр. Я не знаю, өзімен өз жүрген бөкендер, бақұстар қораға суықтан кіріп кеткеннің өзінде де ол қудалап тұрған ештеме жоқ қой, соны қинап өлтіріп жатыр. Ал сіз қандай әрекет жасап жатсыз соған? Жоқ, енді сізде қараңызшы, бұрын параон болушы еді, қазір олар президенттер болды ғой. Алланың заңына емес, сондай анау шайтанның машиқаты болып кеттік қой. Машақатын көп екен дейді ғой адамдар, білесіз ба? Ана жын шайтан араласып кеткен. Саудаға да, билікке де, бәріне. Көрдіңіз ба, біз Алланың заңына бағынбаймыз. Совесть дегенді ұмытып кеткен. Ар, ұят, намыс деген осының бәрін ұмытып кеткен. Содан кейін хаос болады осындай. Оның Алла не дейді? 2 рет мен жерді тазаладым деді. 1 рет Қыдырдың кезінде, екіншісіне Нұхтың кезінде деді. Адам ата мен Нұхтың ортасында 9 пайғамбар бар. Енді Нұржан қалай тоқтатамыз? Нұржан, нақты қалай тоқтатамыз бұл болып жатқан нәрсе? Дұрыс қой, сол уақытта қасқыр мен киіктерің болған. Әліге дейін сол қасқырлаған киіктерің бар ғой. Иә. Сондықтан олар киелі болып саналады. Киелі деген сөз, көне деген сөз ғой, көне дәуірден келе жатқан. Иә. Киелі не екен? Киелі деген яғни иесі бар, көне дәуірден келе жатқан. Қасқыр тыңдаңызшы. Қасқырды біздің ғұлама қазақтар оны жырғып, дастан қылып айтып береді. Кітаппен де, киномен де, былай да, табиғатпен де. Мен сіздерге қысқасын айтып берейін, патолог. Қасқыр деген ол, қарасаңыздар, бір линиямен жүреді. Көзі қандай? Бір линия болғанда сіз алдында келе жатсаңыз, ол алдындағысын бәрін көріп жүреді. Екіншісі оң жағын көріп жүреді, үшіншісі сол жағын көріп жүреді, төртіншісі артында, сонда төрт жағын қыбылаң түгел болса, төбедегі келеді дейді. Анау алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейді. Сол үшін алауыз болып отыр біздің суға, көрдіңіздер ма? Сол ауыз біршілікке келсін деді, мен бірлікке берем деді. Оның кейін неге берем деді? Пейіліне берем деді. Аузын, тілін, ойын, жүрегін тазалаған адамға берем деді. Оның кейін айтты, ана молдалардың қанша рет Құран кітабы оқысын, Меккеге барсын, мен қабыл қылмаймын деді. Неге деп едім? Өйткені деді, қазір ақшаға оқитын болып кетті. Қазір біліп тұрсыз ба, всю жизнь ақшаға оқиды. Тыңдасаңызшы. Оның кейін олар деді, тыңдаңызшы, әпкетай, бәрімізге керек қой, маған емес қой. Енді қараңыз, айтады, анау мас адам болып жатса дейді, менің адамым дейді. Құдай төбеден сөйлеп тұр да, сөйтіп. Қалғандар естімейді, мен естеймін. Сөйтеді айтады, ол адамды дейді, аппақ сәлдесімен келіп, ауыз басын жуып, үйіне апарып, дос болу керек еді, олармен керек болса деді. Ол менің адамым ғой деді, мен шешем оның деді. Оларды судит етіп, оларды ұрып, или болмаса тонап, или болмаса бар апарып тасташы дейді. Ең құр дегенде сен сияқты, мен сияқты көшедегілерге дейді. Олар сендерге сабақ қылу керек еді, бет аузын жуып, үйіне апарып тастау керек еді дейді.
Нұржан, енді түсінді Енді сіз қараңыз. мысал ретінде айтып жатырсыз. Ал нақты не істеу керек? Енді нақты қандай қадам? Ол құр әдемі сөзді бәріміз айтамыз. Иә, Алла сөйтеді, Алла бүйтеді, Алла айта берейік. Бірақ нақты қандай қадам қазір адамдар жасау керек қазақта? Соны айтыңызшы, не істеу керек? Нақты қадам. Маған енді қараңыз, бізге ауызбіршілік керек. Оның кейін біршілік болғанда, Оны қалай жасаймыз ауызбіршілікті? Қалай жасаймыз? оны былай жасаймыз. Бізге оқымысты адамдар керек. Өйткені Алла тағалам айтты, оң жағыңда да, сол жағыңда да адамдар бар деп. Енді оқымыстыларды қайдан табамыз? Ал Оларды қайдан табамыз, оқымысты адамдарды? Біздің заманда. олар өздері келеді. Сізді іздеп, мені іздеп, өздері келеді деп. Не ғой? Енді қарасаңыз, Не ғой? Негізі намаз оқисыз ба өзіңіз? иә, түнде бір мезгіл оқимын, қорқамын Құдайдан. Не ғой, мен бір сіздерге айтайыншы, мынандай нәрсе бар да, мынау әруақ келіп, олар Алланың әскері. Біз сонда бәрін бірдей көреміз ғой, періштенің де, сенімін де, құлшылығын да, басқасын да. Міне қара, әруақтар, табиғатта барлығы сол кісінің әскері, Алланың әскері. Жын шайтаннан басқасын бәрі. Керек десең, оларды қысса, олар да әскер бола салады. Өйткені жындар мен адамдарға түсірдім кітапты деді ғой. Қандай Көрдіңіз ба? Құран кітапты. Енді мынау Алла тағалам тағы бір нәрсемен ескертіп отыр. Мынау потолок. 3 нәрсе айтайын енді. Мировой катаклизм, катастрофамен. Енді қара, мән бермесе бола береді осыны. Алланың шындығын шығармаса. Иә. Түсінікті болды, модераторлар дұрыс жасады, жарайды. Иә, Мұрат, сонымен сіздің ойыңыз қандай? Мен ойым, ақшам жерек. қасқырлардың арланы болады өзін. Ол қасқырлардың арлан жаңағындай өздері территориясыз қояды өздеріне. Жазып еді ғой. Райхан, сіз сөйлеп отырсыз ғой, ана Мұрат сөйлеп жатыр ғой, тоқтаңыз. Айта беріңіз, мен естіп тұрмын. Извиняюсь, айта беріңіз, кешіресіз. Сіз бөліп жатырсыз, бөліп. Мұрат, қайтадан айтыңызшы. Айта беріңіз, естіп тұрмын мен. Қасқыр, например, өзінің территориясын былғамайды. Факт. И он, например, жаңағындай өкімет, оның бәрін контрольде ұстап бәрін өлтіріп отқан мен естіген жоқпын и көрген жоқпын. Егер де андай қасқырлар болса, жаңағындай ауылға шабатын, қораға шабатын, ондайлар бар. Жаңыл дегендей. Жоқ, қалай сіз көрген жоқсыз, естіген жоқсыз. Заң шықты ғой. 5 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін 2026 жылы қарлар мен бөрілерді қыру, жаңағы қасқырларды қыру рұқсат етілген деп. Шықты ғой заң, қалай сіз оны естідіңіз? Оны шығарғанда да жаңа киігің бар ма, қасқырың бар ма, жаңа қыста, қыс қой енді қазір данный момент. И жаңағындай оны өлтірмесе де, оны өздері өліп қалып отыр, қатқап. Енді соны немеге өлтіреді, сол заң немеге шығарады, оны қасқыр бізде тұрады. Не керек ол? Енді сол мен айтып жатқаным, жаңылды әр қасқырлардың өзінің территориясы болады. Дұрыс па? Енді адамдар алып алды ғой бүкіл территориялар. Оларға қорықта жасаған жоқ. От территорияда өздеріне қанша, например, қасқыр бар. Соның бәрін реттеу керек та, жаңағы өздерінің тамақтары болады ғой өздерінің. Обязательно қой сойып апарып бермеу керек қой оларға. Өздерін самый главный жаңағындай қалаға шауып кетпесе болды да олар. Енді қалаға шығатын енді тамақ жоқ қой, сіз өзіңіз ойлаңыз. Сіз ойлайсыз, мына адамзат құқысы бар, аш болса бәрін жеуге деп. Ал неге қасқырдың құқысы жоқ? Қасқырдың да құқысы бар. Дұрыс қой, енді ана сақтанып қалғысы келеді, ол да сақтанып қалғысы келеді. Оның да несі бірдей адамзатпен, ешқандай оның кемшілігі жоқ. Сосын қойға шаққанда да олар бекер шаппайды көрінген қойға, олар өте ақылды. Олар мәжбүр болады кейде, өйткені алып кетеді, атады. Мұрат, сіз тағы да адамзатты қорғаушылар болырсыз да, сіз мына әлемде қарай алмайсыз жалпы. Әлемде адамзаттан басқа тағы көп нәрселер бар, құрып жатқан. Оларды чересчур көбейтіп жібермеу керек қой. Жоқ, көбейтіп жібермейді, оның дегенде сіздің басқа елдер алып жатқан Мұрат, сіздің жеріңізге сондай пасық болмасаңыздар қайтеді.
соншама аңдымайды. Немене 10 мың деген? Мына 10 мың деген сіздің бір ауылыңыз, бүкіл қазақтар бір жалғыз ауыл 10 мың деген. Ол немене ол соншама көбейіп кеткен? Сіздер ертегілерді сол айтады, көбейіп кетті. Немене көбейіп кетті? Кімді жеп қойды? Сіздер бар ғой, ана ешқашан көтерілмейсіздер халық ретінде, өйткені сіздер аңдып отырасыздар. Жануардың жеген шөптерін жабайы. Болмайды аңдуға. Олар шу берген өзінің несі бар. Оларда санитарлар, оларда дәрігерлер. Сіз түсінесіз бе? Мен айтайын деп отырғаным. Ол уақытта болғанда қасқырлар. Әліге дейін барды ол қасқырлар. Қырып бір жойылып жоқ болып енді аз ғой, қазір 10-ақ мың ғой. Баяғыда миллион болса, қазір 10 мың. Сіз айырмашылықты көріп отырсыз ба, әлде көрмей отырсыз ба? Баяғы заман қазіргі. Қазір ана шүйерлер көп. Мұрат, сіз әлі білмейсіздер несі көп екен. Баяғыда арландар бар болатын, және бөрілер бар болатын көп. қазір шилер уақыт алып кеткен оларда. 10 мың ғана қалды. Анадай қасқырлар аз қалды, ірі. Сіз әлі пародысын білмейсіз олардың қанша қалғанын әрқайсысынан. Білмейсіз ба? Құранды естуіңіз бар, құлақтан біреудің тепкені, ойбай ана жерде біреудің қойына түсіп деп. Енді дұрыс, енді түспегенде қайтады. Немене аштан өлу керек пе? Түседі. Енді дұрыс қой енді. Аштан өлетіндей жағдай емес қой. Киіктер өзінен өзі ұрады, барсында жесін не. Қайдағы киіктің бәрі қырып тастады ғой. Биыл 2 миллионнан астам киікті қырып тастады ғой. Қайдағы киік? Адамдар әлі сатып жатыр ғой. Әкеліп киіктердің бәрі. Киіктен бөлектер барша жануарлар жоқ болудан жоқ ештеңе. Мұрат, мәселе сонда. Сіз баяғы 8 миллиард болып кеткен 20 миллион болған жаңа адамзатты ғана ойлап отырсыз. Ал аналарда саны азалған жануар туралы тақсыз ойламай отырсыз. Сіз тағы да сол бір анда-мында естігеннен ғана бір сізде ақпарат бар. Ол болған и болады, ол жойылмайды ол нәрсе. Немене болады? Қасқырларда, киіктерде сол заманда болған, әлде де бар, и біз өлгенше де болады олар. Жоқ, олар болмайды, өйткені біздің егістігімізде қазір көп егістік егіп жатыр. Қазір улап жатыр. Мұрат, сіз салыстырмаңыз баяғы заманды. Қазір төбеден улайды, жердің судың бәрі уланған, олар ауырып өліп жатыр, солар уланғаннан. Өйткені олардың жазда жейтін уақыт беріп, қояндар мен тышқандары да қазір егістіктің уын жейді бәрі. Қасқырлар да улап өліп жатыр, олар да ауру болып. Мұрат, сіз түсінуіңіз керек. Ана адамзат қалай бәрі ауру болып жатыр, олар да тура сондай ауру. Өйткені бәріміз адамдар да біледі ғой олар. Оларды жаңағы адамдардың бәрі біледі ғой, қасқырлар жаңағы неғыватқанын, жаңағы тазалаватқанын, оларды есептеп қойған ғой бәрін. Жоқ, тазалағанда қалай тазалайды? Немене есептеді? Сіз билігіңізге сеніп отырса, билікке ештеңе керек жоқ. Оларға бәрін қыру керек. Мен сізге айтайын, олар бүкіл қасқырмен бүкіл жоғалып кетсе де, оларға бәрібір билікке. Өйткені олар тек қана бір күндігін ойлайды, ақшасын болды. Ана халықтың өзі шаруашылығын дамыту керек, өзі. Сондықтан сен енді ойыңыз, аналар реттейді, олар бізден ақылды деп. Жоқ, олар реттемейді, олар тек қана уақытша отыр, және өздері де біледі бәрі уақытша отырғандары. Сондықтан ештеңе реттемейді олар. Жоқ, өзі специально бар ғой жаңағындай, өздерінің мамандары бар ғой соларға. Мамандар өтірікші ғой. Мамандардың бәрі өтірікші. Осы 11 жыл бұрыннан киіктер қырған кезде олар не деді мамандар? Мамандар айтты, олар аурудан өліп қапты деді. Ауру немене арнайы у сепкен. Удан іштері теуіп өліп кетті. Әдейі у берген. Соны сөйледі ғой. Ол өздерінің ауруларынан дейді. Сіз әйтеуір сенеді екенсіз әлі дейін жаңағы ресми нәрселерге. Жоқ, мен айтам, халық өзі ойлана бастау керек, өз жаңашылық таныту керек. Әйтпесе біз бәрінен де айырыламыз, Мұрат. Мәселе сонда. Кеш жарық Айгүл ма? Атыңызды оқи алмадым. Бибігүл, иә? Иә, сонымен пікірі түсінікті болды Мұраттың. Мұрат сол баяғы өзі реттейді ғой, өздері біледі деп жатыр. Ал мен Мұрат сізге айтарым, сізге қуағаш ұстау керек. Қасқырлар үшін. Қуағаш ұстау керек. Ұлпат, сізге қуағаш ұстау керек қасқырлар үшін бір тәулікке. Міндетті түрде. Иә, мына осы уәлиді шақырайықшы.
Иә, қайырлы кеш. қалайсыз, Сонымен апай? сіз өрлеріңіз үшін қуағашы ұстадыңыз ба, жақсы? Өзіңіз уәли ай ұстаған жоқсыз ғой деймін, иә сіз? Жоқ, әлі ұстай алмай жатырмын ғой. Енді ұстауыңыз керек бір тәулік. Бір тәулікте неге арнағыңыз келмеді? 180? Бір тәулік ба? Иә, бір тәулік. Бір тәулік әсер етпейді ғой. Жоқ, әсер етпейді дейді. Енді 3 жарым тәулік ұстаңыз онда үшін, қасқырлар үшін. Онда 3 жарым тәулік. Сіздің айтып сылтауыңыз көп. 3 тәулік ұстағыңыз келмейді, 3 жарым тәулік ал, бір тәулік әсер етпейді деп. Айтып сылтауыңыз көбейте береді екенсіз уәли. Белла, Ильяс ағай бізден қашып кетті. Ильяс ағай бізден иә уәли, сонымен. Айсұлу, қуанышқа отырасыз. Ең болмаса бір тәулік. Бір күн әсер етпейді ау. Әркім көрді, сіз сылтау іздеп отырсыз. Бір тәулікке де отырғыңыз келмейді, әсер етпейді деп, 2 тәулікке, 3 тәулікке. Ал ендеше неге 3 тәулікке отырмайсыз? Ал айтыңыз, уәли. 3 тәулікке жете алмай жүрмін ғой, апай. Әрке, сізде сылтау көрдіңіз, 3 тәулікке жете алмай жүрмін, ал бір тәулік әсер етпейді. Бір тәулікке отырыңыз онда. Қасқырлар үшін бір тәулікке. Бүгіннен бастап. Опат ұстадым деп жатыр. Молодец, біраз адам. Біраз адам ұстап қызығып жатыр, е? Қызығып, біраз адам жаймен не қылып жатыр ғой деймін, е? Иә, уәли, сізде аңғыр тілмен орамұрады екенсіз ауызбен. Иә, сіз нақты көрсетуіңіз керек. Мен ойладым, қазір сіз айтасыз. Мен бір тәулік ұстауға бел будым. Немесе бір тәулік ұстадым деп. Ал сіз сылтауларды айта бастадыңыз. Ол жетпейді, анаған қол тимейді, пәленге деп. Иә, неше түрлі сылтаулар. Нақты отырыңыз бір тәулікке. Ақыры ұстай алмай жатсаңыз 3 күн. Біз бұрыннан ұстаймыз дейді Ұлпат. Жоқ, бұрыннан ұстағанда Ұлпат. Сізге нақты қасқырлар үшін отыру керек болған. Сіз қай күнге дейін отырдыңыз. Жазбадыңыз ғой чатқа жерге. Ана Бибі сұрап жатыр не үшін деп. Ұлпат, сол түсіндіріңізші не үшін ұстау керек. Адамдар түсінбейді, иә. Иә, уәли қуағаштан безді. Неге ұстамадым десем, сылтауратып қашып кетті. Иә, уәли солай ма? Ұстамаш үшін, иә. Ұстадым қасқырлар үшін дейді Алмаш. Міне Алмаш ұстады. Тамаша. Бөрілеріміз аман болсын. Сұрақтарыңызды жазыңыздар. Иә, мен біздің жігіттерді қоспаймын, өйткені мен ойлап жатырмын, бұл құлағаш ұстап жатырмын деп. Егер өздеріңіз запрос жасаңыздар, иә, Ержан Жасарал егер қатысқыларыңыз келсе, Рысбайға, өйткені мен білмеймін ғой, сіздер тағы ұстап жатырсыз ба, әлде ұстамай жатырсыздар ма құлағашты. Мүмкін сіздерге сөйлеуге болмайтын шығар. Иә, сонымен запрос жасаңыздар, кіріңіздер эфирге. Иә, бір кісі кірді. Қайырлы кеш. Сөйлей беріңіз. Юзер 17 мәжін деп жатыр. Мәжін деген не нәрсе ол? Мәжін деген сөз бе, әлде басқа сөз? Мәжін деген. Сіз эфирдесіз, қайырлы кеш, сөйлей беріңіз. Таңғалам осы адамдар эфирге кіреді де сөйлемей отырады. Неге? Онда қабылдамай қойыңыздар. Кеш шар Фатима.
Ерсібайға рахмет білуіңіз үшін. Өздеріңіз запрос жіберіңіздер, кім сөйлегісі келеді эфирде. Ана жерге басасыздар запрос. Рахмет Ерсібайға, керемет сыйлықтарыңыз. Жалай андас дейді, тура мен сияқты екен. Эфирге кіріңіз, жалай андас. Андастың ішінде жомарт емессіз ба? Ержан менің WhatsApp нөмірімді беріп қойды, сонда жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Сізді жақсы көрем дейді жалай андас. Мен де сізді жақсы көрем. Қалайсыз өзіңіз? Кешегі ритуал не болды дейді. Жасап жатырмыз ғой. Сіз жасадыңыз ба, әлгі бір тәулікке отырдыңыз ба, қуағаш қойдыңыз. Ол кісі берген. Жасап жатыр адамдар, қуағашты отыр. Кейбірі ұстап шықты, кейбірі енді отырғалы жатыр, ондайлар да бар. Жеке сұрақтарыңыз үшін үстінде Ержан іліп қойды. Менің нөмірімді, сонда жазыңыздар. Жын дейді, 123. Сіз ба, жын? Қош келдіңіз. Достар, кім біледі, қалай телевизорды қосуды, жаңағы қазір антенна құр қоса сап бола ма каналдарды қарауға? Тегін, әлде қазір ондай жоқ па? Баяғы замандағы антеннер болушы еді ғой, әлгі даладағы шығып тұратында кабель. Соны баяғы замандағы тыға салушы еді ғой телевизордың артына, сол тегін бір каналдарды көретінсің. Ондайлар бар ма, жоқ па, жазып жіберіңіздерші. Ол зомба жашып, бірақ зомба жашықты не деп жатыр жүйеттер? Қандай қазір жаңалықтар шығарып жатыр, қандай Қазақстанға жаңалықтар, соны мен әдейі сараптама жасайын деп болады дейді. Қазір яғни солай болады. Ана несі керек емес пе, әлгі приставкасы? Отау ТВ сияқты. Приставка керек деп тұрсыз, болады дейді. Приставкасыз бола ма? Маған соны нақты айтыңыздаршы, біздің заманда. Біреулер айтады, приставкасыз болмайды дейді. Ал приставкасы құр тыға салу бола ма? Антеннді төбедегі баяғыда тұрушы еді ғой, антенн содан әлгі тыға саламысың құр. Жаңағы кабельді тыға саласың болды артына. Солай бола ма, жоқ па? Нақты айтыңыздаршы. Сырбай, рахмет, сыйлығыңызға, керемет. Домашний антенна тоже болады дейді. Қазір болады ғой 2026 жыл. Оны алып тастаған жоқ па ондайды? Иә болады дейді қазір. Түсінікті, иә болады дейді. Анандай антенна қазір ана қытайлардікін сатады ғой, әлгі бір настольный антенна дейді ғой, әлгі былай шығып тұрады. Құр столға қоя саласың. Или телевизор жағына. Ондай бола ма, әлде ондай ұстамай ма? Айтыңыздаршы соны. Міндетті түрде жаңағыдай кабель болу керек па төбеден? Болады дейді қазір. Менің сол көрсетпей жатыр настольныйдан. Жаңасын алсаңдар. Настольныйдан сол нетпей жатыр. Барлығы болады дейді Рома.
солай ма? Настройка дейді қазір. Сол настройкасынан каналдарды іздеген кезде шықпайды. Каналдар шықпайды. Автопоиск деген бар ғой, содан шықпайды. Антенна қозғаңыз дейді қазір. Интернеттен көрмедіңіз бе дейді. Маған үлкен экраннан қарамасам, мына кішкентай телефоннан көз тез шаршайды да, ана үлкен экраннан қарасам көз шаршамайды ғой. Яғни болады, иә, тасал, ол істей береді приставкасы, иә? Солай ғой, иә? Нелер, телевизорды жақсы білетіндер айтыңыздаршы. Ниет болса болды, қалғаны барлығы болады дейді ғой. Келісемін, иә. Дұрыс айтасыз. Іштеріңізде телевизионщиктер жоқ па? Телевизорды білетін сол. Телевизорды. Маған тек қана сараптама жасау үшін керек. Жүйттер қандай ықпал жасап жатыр. Өйткені мен жаңалықтар қарамағаныма көп болды. Ал былай тыңдап қараған сараптама жақсы болады да, құр оқығаннан. Сондықтан қандай газ ықпал жүріп жатыр. Сараптама жасау үшін жақсы соны қарау. Қалай бастарын улап жатыр деп, иә? Халықтың теледидары арқылы. Қандай не шығады? Тренд дейді ғой, трендтер қандай олардың? Қазаққа жасау. Ықпалы. Сондықтан жазып жіберіңіздер, кім біледі. Сонымен мен түсінгенім, жай кабельде бола береді, иә? Ритуал не істейді? Несіне? Қараңыз видеолардан неде тұрған менде, парақшамда. Сәлеметсе Қанат, ремонт телевизоры. Қанат, ремонт телевизоры. Сіз маған керексіз, Қанат. Ана неге жазыңызшы маған? WhatsApp-қа жазып жіберіңізші, үстінде өліп тұр, Қанат. Маған тура сіз керек болып тұрсыз. Сіз білетін шығарсыз тілін. Қазір. Домашний антеннамен приставка алуымыз керек. Жоқ, мен алдым домашний антеннамен приставканы, бәрібір көрсетпей жатыр. Мына Қанат мүмкін біледі. Қанатты эфирге қосайыншы осы.
Мен Қанатты шақырған екен ғой. Қанат, кіріңіз эфирге. Ұялмай. Кірді біреу. Кім кірді? Қанат кірді. Қанат, қош кірдіңіз. Қуаныштымын сізге тыңдап отырғаныма. Қалайсыз? Кірді біреу. Қанат, қайырлы кеш. Естіп тұрсыз ба, Қанат? Қайырлы кеш. Сіз телевизорлер жөндейсіз ба? Мен телефон ремонт. Телефон Телефон ремонт. Ремонт телевизоров сізде? Солай ма? Жоқ, ремонт телефон. Телефонов? Мен қуанып қалсам телевизор бар екен деп. Қанат, сонымен сіз қуаныш ұстадыңыз ба? Дәмелі, мен приставканы алдым. Сонда да қосылмай тұр. Телефон ремонтника. Сіз ана телевизорды қалай қосуды білесіз ба? Сіз қайда? Менде Алматы. Сіз қай жақтансыз? Алматы. Мен Алматыдансыз? ол жағын жақсы түсіне бермеймін. Ремонт сол мен. Телефонды ремонттайды екенсіз ғой, түсінікті. Ол да жақсы. Қанат, естілмей жатырсыз, қайталап айтыңызшы. Сіз дұрыс шықпай қалып жатыр, әпке? Мен сізді жақсы естіп тұрмын. Сіз естімей тұрсыз ба мені? Жарайды, онда Қанат. Енді жақсы. Енді естілей болсаңда мен сөндіріп тастадым, жарайды. Достар, сонымен нетіңіздер, запрос жіберіңіздер, кім тағы сөйлегісі келеді. Біз қуаныш ұстап жатырмыз, қасқырларыңызға арнап. Ең болмаса бір тәулік болса да сіздер ұстауларыңыз керек. Әбдіғани келіпті. Әбдіғани, қош келдіңіз, қалайсыз? Маған өкіліп қалдыңыз ғой, деме, өткен жолдан кейін жоламай кеттіңіз менің эфиріме. Әбдіғани, бәсе, бір таныс жігіт тұр мына жерде. Жөйттер қосылмай жатыр сізді. Өкпелеп жүр, ол жігіт қоспай қой деп жатыр. Маған жөйттер. Рас па не олардың айтып жатқаны? Сіз ана Әбдіғани. Мен приглашение жібере алмайтындай болғансыз ғой деймін, сіз солай алғансыз ғой деймін бірдеңені. Жарайды. Сонымен кімде жеке сұрақтар бар, Ержан жазып қойды. Менің WhatsApp нөмірімді сонда жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Және жеке сұрақтарды бәрін WhatsApp-қа сөз жүрген немесе жеке-жекеге де TikTok-тың жазып жіберсеңіздер болады жекесіне. Қайырлы кеш, Кокопо.
Рахмет ержанға. Сонымен достар, мен сіздермен енді қоштасамын бүгін. Жайлы жатып жақсы түрлейміз, сіздерге жақсы түс көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, жігіттер мен қыздар. Кім жаңағы тілін біледі, теледидардың маған жазып жіберіңіздер, жарай ма? Жекеме. Рахмет, жақсы түс көріңіздер бүгін. Қайырлы түн.